Бүгін бізге медицина саласы маманы медсестра Қатира апамыз келіпті. Бұл кісі қазір бізде диагностиканы өтті. Қатира апа, енді отзывыңыз айтып жіберсеңіз, шынайы пікіріңізді айтып жіберсеңіз, қалай бүгін диагностикадан өттіңіз? Диагностикадан жақсы, бәрі өзіме ұнады. Мына неге больницаға докторларға көрінгенмен мына көрінгеннің результаты екеуі совпадение келіп тұр ғой. Мынау осы дұрыс көрсетіп тұр. Мендегі өткенде нелермен салыстырғанда осы аппарат маған ұнады. Дәрілері де бәрі қолжетімді. Енді шланғы жұтып қиналғанша, шлангыдан кейін де жұтқына кейін инфекция болады ғой, біреулер обработка дұрыс емес. Ондайға қарағанда мынау уыстан өткен дұрыс деп ойлаймын. Өзіме ұнады. Машалла, машалла. Сол апа, бірінші кезекте уақытыңызды, ақшаңызды, энергияңызды үнемдеп қойсыз. Енді сіз медицина саласы болғаннан кейін, мынау нәрсенің барлығын енді қалайыншы, барлығын өту үшін жоқ дегенде бір ай уақыт керек. Осыдағы егер де жаңағы талон алуың керек, ана врачқа баруың керек, ал мына жерде платныйға жағдайың болмаса, мына жерден бәрін анық көрінуге болады екен. Былтырғы мен уже больницаға көрінгенмен мына екеуі точно келіп тұр ғой. Машалла, машалла. Сол сіздерде келіңіздер. Бұл кісі Қазақстанға еңбегі сіңген медсестра маманы болғаннан кейін қазір пенсияда. Сол кісінің мнениесі бізге осылай ризашылығын бізге білдірді. Рахмет. Ризамын, жақсы.